Бұл осындай біздің бойымызда құрметті жамағат жаңағы қателіктер болады да. Сондықтан шама келгенше өзіңді дәлелдемеңіз, дінді дәлелдеңіз жүрген жеріңізде. Өзіңізді дәлелдейтін заман кетті, сен еш нәрсе емессің да. Алла сізді мұсылман қылғаннан кейін болды. Алла тағала мұсылманның киімін кигізді ма, мұсылманның киімімен жүру керек. Мүминнің киімін кигізді ма, мүминнің мінезімен жүру керек. Сізде өзіңді дәлелдеу деген нәрсені ұмытыңыз. Сіз өзіңіз неге дәлелдейсіз? Не дәлелдегіңіз келеді сіз өзіңіз? Алла тағала белгіледі ғой сен тамшыдан жаралғансың, мен сені имам беріп адам қылдым деп жатыр. Жәннатқа қарай бастап баратқан адам қылдым сен. Өзіңді не үшін дәлелдейсің? Сені дәлелдегенмен не орнайды? Дін дәлелдену керек. Діннің кереметтілігі дәлелдеу керек. Исламымыздың мықты екендігі, исламымыздың сондай мықты құндылықтары дәлелдену керек. Сөзіңнен сол көріну керек. Біреумен сөйлесіп жатқанда, саудаңда, әрбір жерде, пара алатын жерде пара бермейсіз. Неге төлейтін жерде төлей бермейсіз. Әрбір нәрселерде уәдеңді бердің бе, уәдеңді дейсіз. Сол нәрсені не қылыңыздар да? Адамдардың ыстында неге бұлай? Алладан қорқамыз. Раббымыздан қорқамыз деп айтыңыз сосын. Ана тамақтандырған кездің өзінде де кезінде сахабаларды Инсан сүресінде айтады ғой. Біз тек Раббымыздың дидары үшін тамақтандырамыз. Сендерден рахмет те керек жоқ. Қараңыздар, алғыс та керек жоқ. Біз бір күннен қорқып тамақтандырып жатырық сендерді. Анан неге тамақтандырмадың деп айтама деп. Сол күні қабақ шытқан күн болады. Әркімге қабағын шытып қарайтын күн ол, қияметтің ауыр күні да. Сол күн, сол қабақ бізге қарап қалмасын деп жатырық дейді. Міне. Сондықтан істейсің ба, садақа бара жатқан кезде де сол қорқып істе Раббыңнан. Раббым, азабыңнан қорқам, малым үшін Раббым қорқам сұрайсың ба деп. Әр жерде саудада әділеттісің. Артық ақша жоқ, өтірік жоқ, не жоқ. Міне осылай халық қарайды. Мынау не деген дін? Мынау керемет дін ғой. Өстіп пайғамбарыңызды ғана сіз жақсыға керемет тұлға екендігін көрсете аласыз ғой. Раббымыз бізді осылай тәрбиелеп жатқан. Көршіңіз кіріп келеді үйге. Бір нәрсе бар ма деп. Келе қойыңыз, келіңіз. Мында ішесіз ба? Міне, не керек? Балта керек па? Ара керек па деп тұрыңыз. Балға сұраса, балта, ара керек жоқ па? Шегелер. Осындай дәрежеде ұшыңыз. Балаңыз көрсін сол қарым-қатынасты. Әке, неге сонша сөйтіп жатсың? Көршісін қадірле деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Астына үстіне түсем керек болса, міне, жүгірем, берем. Көрсін балаңыз, көршіні қалай құрметтеу. Ол қайдан алады ол қуатты? Ол сіздің әрекетіңізден алады оны. Біреу кеп далада бүйтіп айқайлап тұрса, сабыр етіп тұрыңыз. Әке, неге сіз айқайлап тастамадыңыз? Сіз груша араласыз ғой, неге ұрып жібермедіңіз? Раббымнан қорқам балам. Өзім үшін кек алғым келмейді. Өйткені пайғамбарымыз ешқашан өзі үшін кек алмаған. Осы қасиеттер пайда болмаса, біз сол сыртымыз не болғанмен, ішімізде мінездеріміз әлі де сол ана бұрынғы қалдықтардан жұмыс істеп жатқан жерлер бар да, онымен біз алысқа шаба алмаймыз. Мақсат, құрметті жамағат, мына діннің қадірі қоғамда сіз арқылы көтерілу керек та. Сіздің әрбір ісіңіз, көзіңіз, құлағыңыз, аяқ жүрісіңізге дейін бүкіл мәмілелеріңіз соған істеу керек. Өзіңізді дәлелдемеңіз. Осы дінді дәлелдеу арқылы сізді бұлай көтеріп жібереді Алла тағала дәрежеге да. Көресіздерден көкесін. Осы үшін өмір сүру керек та. Пайғамбарымыз саллаллаху алдында ұятпақ қалмасын. Ертең ана хауыздың алдына барған кезде де мысалы. Пайғамбарымыз саллаллаху хауыздың қасына мұсылмандарды жинағанда, ол жерге де әрбір мұсылман бара алмайды екен. Кәдімгідей бір топ мұсылмандар келе жатқан кезде періштелер айдап әкетеді дейді бүйтіп басқа жаққа. Сонда жаңа пайғамбарымыз менің үмбетім ғой деген. Сен білмейсің бұлардың сенен кейін не істегенін деп айтады екен. Ол кісімен кездесе алмай қалсаң, онда ар жағында қалай болады екен жағдай? Пайғамбарымыздың өзімен жолығамай қалсақ. Сондықтан соған әрбір қате, өзімшіл, өзіміздің істеуімізбен жүрген істеріміз кедергі болып қалуы мүмкін. Басқа еш нәрсе кедергі болмайды. Яғни Али Имран сүресінде түсіндіреді Алла тағала ва анзирин наса. Жалпы осы Құран арқылы ескерт дейді ей пайғамбар. Ан тубсала нафсун бима касабат. Әрбір құл, қараңыздар, өзінің істеген ісі себепті ғана қамалады дейді азапқа, тозаққа.
тұтқындалады. Тупсаль деген тұтқындалады, қамалады, тозаққа өзінен шыққан іс себепті дейді. Осыны ескертті. Өзімізден шыққан істер бізге ертең кедергі болатында, басқа жақтан кедергі келмейді. Өйткені Алла Тағала Ясин сүресінде айтып отыр ғой: "Фал-яума ла тузламу нафсун шайя". Бұл күні ешбір жанға әділетсіздік жасалмайды дейді. Істемеген ісін әкеп жасырмаймыз дейді біз. Өз істегенің ғана болады дейді. Бұл сот тек қана жаңағы имансыздарға арналған сот емес қой. Бұл сот бізге де қатысты. Өйткені Алла Тағала әділ. Мұсылман мен мұсылманның арасында қаншама проблемалар болып жатады. Біреу қарыз береді, біреу қарыз алады, қарыз қайтармайды. Не нәрсе ол? Мысалы, біз не дәлелдеп жүрміз онымен?